Сәлем достар, бүгін осындай кішкентай бенто торттарын дайындайтын боламыз. Ол үшін біздер алдын ала дайындалып алған бисквитімізді қолданатын боламыз. Бұл бисквиттің дайындалу жолы менің алдыңғы видеомда көрсетілген. Мұны жоғарыдағы сілтемені басып көрулеріңізге болады. Осындай кішкентай бөліктерге, 6 бөлікке бөліп аламыз. Үстіне сүтті жылытып, 1 қасық қант қосып, бетіне, екі жақ бетіне жағып шығамыз, жұмсақ болу үшін. Енді кремімізді дайындаймыз. Творожный сыр 140 грамм, 200 грамм сахарный пудра және 500 мл 33% кілегейді қосып, барлығын жақсылап қою болғанша араластырамыз. Енді тортымызды дайындайтын боламыз. Қағазымызға крем астына жағып алып, бисквитімізді қойып, ортасына кремімізді жағамыз. Өздеріңіздің қалауыңызша ортасына варенье арасына немесе джем, банан немесе басқа да жеміс-жидектерді қосуларыңызға болады. Осылай жан-жағына барлық бетіне кремдерімізді жағып аламыз. Өздеріңіздің қалауыңызша әртүрлі түстерге бояп немесе басқаша әдемілеулеріңізге болады. Мен осындай сары түсті гүлдерді қойып, моншақтарды салып әдемілеп шықтым. Екіншісі көк түске боядым. Бүгін тәуелсіздік күні болғандықтан осындай туымыздың суретін салып қойдым.